Не үшін менің бетім қайтадан ашылды. Ал құрметті қазақ елі, мынау Қытайдан алған келіндеріңізден бүткіл Қазақстанға бір сәлем. Барлықтарыңызға. Сонымен бүгін сіздерге айтайын дегенім, тойымыз аман есен өтті. Екі жақтікі де өте жақсы болды. Жалпы қолдап жатқан, бақыт тілеп жатқан жандардың барлығыне рахмет айтамын. Той басталып, той біткенше 2-3 күннен бері мына кейбір адамдар өзі жеп қойды мазаны алып. Бұл өкпемді айтпасам болмайды халыққа. Түсіндірмесем тағы болмайды. Той болып жатса, 1-2 әйел, ойбай, бет ашылған қатынның бетін ашама, не деген сұмдық деп, өздерінен өздері бір ырым шығарып бақты. Менің күйеуім үйленбеген жас жігіт. Қыздай қып алам деді ма? Алды. Мен де ел алдында оған қыздай болып, керемет болып тием дедім ба? Тидім. Мен үйленбеген жас жігітке тұрмысқа шыққан себептен ода сондай бір бақытты сезіну керек. Оған сезіндіре алатынға менің шамам келді. Сондықтан осындай керемет қып той жасадық. Ал қазақтың салт дәстүрін біз жақсы білеміз. Қытайда өскен қазақтар өте керемет біледі. Не істеу керек екен. Бір той жасап ажырасқан әйел сонда кінәлі ма? Заңға қайшы ма? Ол кінәкар ма? Ол сондай төмен өмір сүру керек пе сонда? Өзің әйел адам болып тұрып, әйел адамдар төмен түсіру деген ол не деген сұмдық? Әйелдер ана 2-3 әйел. Өздерің ажырасқан қатынсыңдар ғой. Ал тиейін десеңдер ешкім алмағаннан кейін отырсыңдар. Қайта біз мына әйелдерге поддержка беріп жатырмын мен. Бір үйленген әйел қайтадан бетін тік көтеріп жүре алмайды деген сөз жоқ бұл өмірде. Ешқандай әйел адам ажырасқысы келмейді, үйін бұзғысы келмейді. Бірақ пешенеңе не жазылса, соны көресің. Бұл жалпы халыққа айтқан емес, сол 2-3 қатынға айтқан. Ажырасқан болсам, жерде қалған біреу емеспін. Ерсайда өстіп бір қызын сүйреп ажырасса да керемет болып жұмысын жасап, тағы қыздай болып тойын жасады. Әйелдер де ер адамдармен тең әзіргі заманда. Әуелі әйел адамды, қыз баланы қадірлейді ер адамдар. Бұл өте іштарлық. Мен сендерге айтайын. Ол іштарлықтарың маған істемейді екен бірақ мен оны айту керекпін халыққа. Түсіндіру керек. Не үшін менің бетім қайтадан ашылды? Себебі мен той жасамаған жас баламен үйлендім. Мен тиейін деп тимедім, тауайын деп бір жерден іздеп тауып алмадым. Солай кезіктік, солай таныстық, солай махаббат болды, солай үйлендік. Будем жить отдельно. Жастай келіпсің жаңа. Асқар тауыңда әкеңді құшақта бірінші, әке. Жөндеп сүй, жолдас балаң емес, мына бетінен сүй әкеңнің. Әкесі бар маңдайында алтын тәжі бар, жөндеп шешіп сүй басындарын. Жаным шашта қамапты қозар маралдан қоймапты. Асыл анаңды сүй, анаңның көзінен сүй. Мына көздің нұрында ауысқан сен, қолынан сүй. Мына қол сен талай жерін жуды. Ана қолдан сүй, қай қол жуған қайдан білесің. Бұдан күй сүйетін адам мына жақта. Келінді сүй, ойнап айтам, ол әсіремесе. Ұрып барады ма?
өзім бәрін айтып шіркін-ай, нөсер жаңбыр жауса екен, айдын көл арнасына толса екен, арманың алыстарға жетелесе, ақ қайыңды бірге аңсасақ екен, сенің дастаның болып қалғым келеді. Мен сенің көз жасында тамшы болсам, қуанышыңда бірге күліп қалсам, жетпеген қияға қыз қияға қонғанда біздер үшін көп күттірген бақыт қой. Шаңырағың берік болсын екі жас, бұл тілекке қосылады кәрі жас. Міне бүгін сіздерге арнап айтылған ақ тілектер, әсем әндер таусылмас. Ақ тілектер таусылмасын, айтылсын, періштенің құлағына шалынсын. Әр отбасы ұл қызына бақ қонып, осы тойды тойдан тойға жалғайып. Шаңырағың берік болсын екі жас, бұл тілекке қосылады кәрі жас. Міне бүгін сіздерге арнап айтылған ақ тілектер, әсем әндер еш уақытта таусылмас. қазағым аман. Құрметті көпшілік, қалдарыңыз қалай? Менің тойымды инстаграмнан, тиктоктан көріп жатқандарыңызға рахмет айтам. Қалай бүгінгі образым? Қытайдың буы, қазақтың иісі шығып тұрған, екі елдің өзіндік ұлттық несін көрсетіп тұрған осындай керемет бір көйлек. шамдар, жолдар ұзақ, бірақ